Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Алайдың рецебін ұсынамын. Видеоны соңына шейін көріп, лайк басып, комментария жаза кетіңіздер. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Өте керемет, жұп-жұмсақ болып шыққан нәп-нәзік оладьидің рецебі. Өте жақсы болып пісетін керемет рецебімен ұсынамын. Қабыл алыңыздар. Көрдіңіздер ме, қандай күшті болып піскен. Жарты литр айран, 2 чайный ложка қант, көбірек қоссаңыздар болады. Жарты қасық тұз қосам, газынан жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін осылай жарты қасық тұз, енді жұмыртқа үлкендеу 2 жұмыртқа қосыңыздар. Кішкентай жұмыртқа болса 3 жұмыртқа қосасыздар. Осылайдан жақсылап тұрып араластырамыз. 1 қасық сода қосамыз. Осылайдан тағы да жақсылап тұрып араластырамыз. Енді үлкен қасықпен бөліп араластырып отырамыз. Осылайдан біріншіне де 4 қасық қосам. Негізінде онда 300 грамм немесе 350 грамм 50 грамм плюс-минус болады. Сондықтан да қасықпен осылай өлшеп қосамын. Неге венчикті неткен бетіп араластырып алғанда ақ кететіндей болу керек. Осылайдан жағын бәрін алып араластырамыз. Қатты қою болмау керек. Осылайдан жақсылап тұрып араластырамыз. Бәрін араластырып болдық. Міне артынан ванилин саламыз осындай. Енді бұны да жақсылап тұрып араластырып аламыз. Міне осылай алғанда венчиктен ағып тұру керек. Енді блини пісіретін тавада осылайдан сұйық май құямыз. Қатты көп құймаймыз. Осында жаңағы оладьиді қуырамыз. Осындай отта пісіреміз. Осылайдан саламыз. Тесік болып пісу керек. Осылайдан тесік болады. Осыны қазір аударамыз. Міне пісті, енді аударамыз осыны. Асты осылай қызарды, қазір аударамыз. Осылайдан пісіре береміз, ақшылдауы қоп. Ортасы керемет болып піседі. Ашылып. Осылайдан аударамыз.
осыны жақсылап қуырамыз. Осыны аламыз, тарелкаға қайнатып саламыз. Осыны шығады. Міне өте керемет болып піскен дәмді оладьи. Істеп көріңіздер. Видеоны соңына шейін көргендеріңізге рахмет. Өте дәмді, пушистый, нәп-нәзік болып пісетін оладьидің рецебін ұсынамын. Неше граммнан салу керек екен астына жазып өтемін. Комментарий жазып, лайк басып, подписка жасап кетіңіздер. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Рахмет.